7-ші дәрісімізді бастаймыз. Forbes журналының айтуы бойынша, жер шарындағы ең бай адамдардың тізімінде 7-ші орын алатын Louis Vuitton Moet Hennessy компаниясының иесі Бернар Арно былай деген: "Ақша маған еш уақытта мақсат болмады. Ең бастысы өнерпаздық пен жасампаздық. Бүгін біз табысты бизнеске жетер тағы бір жол тоқтаусыз жетілдіруді қарастырайық. Сіз әр уақытта өз ісіңізде бірінші болуға тырысқаныңыз жөн. Барлық нәрсені жақсартуға болатынын ойланған жөн. Егер бір нәрсе жақсы істеп тұрса, оны қалайша одан да жақсарту жағын ойластыру керек. Күн сайын кешке өзіңізге 2 сұрақ қойыңыз: қандай жақсы нәрсе істедім, қандай нәрсені одан да жақсы істей аламын. Дайын нарыққа шығу үшін бір нәрсені басқалардан 30% сапалы және 30% арзан жасауларын керек дейді Panasonic компаниясының қалаушысы. Біздің өмірімізде уақыттың ықпалымен жүруіміз үшін қызметіміз жайында әрдайым ойлағанымыз жөн. Жаңа ақпараттардың көптеген бөлігін мен басқа бизнесмендермен кездесуде аламын. Олармен жеке кездесулерде немесе көптеген ассоциацияларда мүше болу арқылы кездескен жағдайларда сіз әр уақытта басқа кісілермен байланыста болғаныңыз жөн. Өйткені осы байланыстар арқылы өзара көптеген пайда таба аласыз. Тағы басқа ақпарат көзі ол бұқара ақпарат көздері, яғни газет, журналдар немесе интернет. Бірақ оқығанда тек өзіңізге керек ақпаратты оқығаныңыз жөн. Әрдайым өз бос уақытыңызды жаңа ақпаратпен танысуға пайдаланғаныңыз жөн. Өзіңізбен бірге кітап немесе интернеттен ақпаратты баспаға шығарып алып жүруіңізге болады. Кездесулерде партнерларымды күтіп отырғанда iPhone-ның өте көп көмегі тиеді. iPhone арқылы мен уақытты бос өткізбей оқитын мәселелерді жылдам шолу жасай аламын. Өте көп ақпаратты көптеген семинарлар мен тренингтерден алуға болады. Қазіргі таңда байлықты табудың ең басты көзі ақыл болғандықтан жаңа ақпараттарды беріп миды жаттықтыру керек.